Армысыздар, құрметті оқушылар мен ата-аналар. Қазіргі таңда Қазақстан қоғамында отбасының мәртебесін және рөлін арттыруда, жауапты ата-аналықты насихаттауда, отбасы тәрбиесінің өзекті проблемалық мәселелерін шешуде мектеп пен мұғалімдердің алатын орны ерекше. Осыған орай отбасы мен мектеп қарым-қатынасын нығайтуға бағытталған бұл менің отбасым сайысына қош келдіңіздер. Ең алдымен сайысқа қатысушы аналарымызды балалармен бірге қошеметтеп қарсы алайық. Бірінші қатысушымыз Бекзат және анасы Мейрамгүл Қуандыққызы. Екінші қатысушымыз Аружан және анасы Әсем Ерқуанышқызы. Үшінші қатысушымыз Дархан және Айгүл Жақсымұратқызы. Төртінші қатысушымыз Милана және анасы Ақмарал Танабайқызы. Өрендерге бақытырек қуанышқа бөлейтін, сезімтал мен зерегін таразылап көретін, таныстырсақ сіздерді қазылармен бұл кештің тарландардың бағасын әділ шешіп беретін. Қазылар алқасы құраммен таныс болыңыздар. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Әли Алтынбекұлы. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Айза Ерқызы. Салараны өнегелі тәлімді алған қанып, ал ендеше таныстырып өтейін мен бөлімдерін сайыстың бөліп жарып. Бірінші бөлім таныстыру. Екінші бөлім бұл менің балам деп аталады. Үшінші бөліміміз танымдық экскурсия деп аталады. Төртінші бөлім қара жәшік. Ендеше сайысымызды бастайық. Қасымыз келіпті жетті танысуға, сыпырды томағасын осы дұға. Қызығып келген қырандай керілтеді, әдеппенен, ізеппенен танысуға деп, ендігі кезекті оқушылардың арналарымен дайындаған таныстыру видеоролигіне береміз. Ендеше бірінші видеоролик ол Бекзат және анасы Мейрамгүл Қуандыққызы дайындаған видеоролик, тамашалап алайық. Менің атым Бекзат. Бұл менің отбасым. Менің отбасым 3 адамнан тұрады. Папам, мамам және мен. Біз отбасымен бірге қыдырғанды жақсы ұнатамыз. Мектеп гимназиясында 4-ші сыныбында оқимын. Менің апайым Бақыт апай. Мен Видеороликті тамашалап болсақ, Мейрамгүл ханым, сізге сұрақ, балаңыздың сүйікті тағамы қандай? Сүйікті тамағы борщ. Жақсы, рахмет. Енді келесі қатысушымыз Аружанның анасымен дайындаған бейнеролигін тамашалап алсақ. Бұл менің отбасым. Анам қоспас, әкем полиция қызметкері. Апам 9-ші сыныпта оқиды. Ал мынау інілерім, мен оларды жақсы көремін. Бұл менің ұстазым. Біз апаймен Алматы қаласында көктемде демалыс орталығында кездесіп қалдық. Мен үстінде дәрігер болғым келеді. Әсем ханым, сізге сұрақ, Аружанның сүйікті әншісі кім? Ерке Есмаханның сүйікті әншісі. Жақсы, рахмет. Енді келесі қатысушымыз Дарханның видеоролигін тамашалап алайық. Менің атым Дархан. Дархан сөзі жомарт кең мағынаны білдіреді. Менің жасым 8-де. Мен 3-ші сыныпта оқимын. Мен өскенде полиция қызметкері болғым келеді. Бұл менің анам Айгүл. Анам аудармашы болып жұмыс істейді. Мен анамды жақсы көремін. Мен көрге шомылғанды, қызықты ойындарды ойнағанды ұнатамын.
мультфильмдердің ішінде Кунг-фу панда мультфильмін жақсы көреді. Рахмет. Марал ханым, сізге сұрақ, Милананың сүйікті әні қандай? Мектеп туралы өлеңдер жақсы көреді. Бірінші кезеңімізді сәтті аяқтап, келесі кезекте бұл менің балам кезеңіне береміз. Бұл кезеңде балалар түрлі кепкелерді киімін киіп, шымылдырық артында би билейді. Аналардың мақсаты билеп тұрған балалардың ішінен өз баласын табу. Ендеше оқушылардың биін тамашалайық. робототехника сабағын беріп келеді. Бұл роботтың 3D моделі. Осы құралдардан біз роботтың 3D моделін құрастырамыз. Осы роботтар моделін құрастыруға болады. Мен қазір сумо роботын құрастырамын.
дайын болды. Қазір мен басқа роботпен оны жарыстырамын. Мейрамгүл ханым, сіздің балаңыз Бекзат робототехника үйірмесіне барды. Оған біз робототехника үйірмесіне не үшін барасың деген сұрақ қойған болатынбыз. Жауаптардан балаңыздың жауабын тауып көріңіз. Жауаптарға назар аударсақ, А жауабы роботтар құрастыру үшін, Б жауабы үйірмеде көп достарым барғаны үшін, В жауабы Ерік ағайдың түсіндіргені ұнағандықтан, Г жауабы ана үйірмеде қатыс деп айтқан үшін дейді. В жауабыңызды тақтайшаға белгілесеңіз, В жауабы. Енді жауабыңызды тексеріп көрейік. Ол маған қызық, мен одан әртүрлі роботты құрастыра аламын. Яғни дұрыс жауабы А жауабы болатын. Жақсы, келесі мұқият бас деген сенімдеміз. Келесі Аружан өзінің сыныбын таныстырады. Келесі видеороликті тамашалап алсақ. Бүгін мен сіздерді біздің кабинетімізбен таныстырамын. Біздің кабинетіміз 3-ші қабатында орналасқан. 301-ші кабинет. Біздің сыныпта ақырды тақта бар. Біз оны видео және презентация үшін пайдаланамыз. Экология бұрышы бар. Біз сол жерде тәжірибе аламыз. Мен бірінші қатардың бірінші партасында отырамын. Менің кішім Бекзат. Ол өте ақылды және тәртіпті балалардың бірі. Менің сыныптастарым ұйымшыл және ақылды. Біз барлығымыз кейде кітап оқимыз, кейде шахматты ойнаймыз. Біз барлығымыз тазалықты жақсы көреміз. Сондықтан біз сыныпта кезекшілік істейміз. Аружанның видеоролигінде кезекшілік, яғни тазалықты сақтаймыз, кезекшілік жасаймыз деген сөйлемдер айтылған болатын. Енді Аружанға біз сыныптағы кезекшілер не істейді деген сұрақ қойған болатынбыз. Жауаптарынан В жауабыңызды белгілесеңіз. Оқушыларды асханаға апарып тазалықты сақтайды дейді. Б жауабы оқушылардың тапсырмаларды дұрыс орындауын қадағалайды дейді. В жауабы оқушылардың шуламауын қадағалайды. Г жауабы жаттығу өткізеді және тазалықты сақтайды. Өзіңіздің жауабыңызды белгілесеңіз. Г жауабын таңдапты. Енді Аружанның жауабы қандай болғанын тамашалайық. Кезекшілер таңертең жаттығу өткізіп, сыныптағы тазалықты қадағалайды. Мектебіміздің кітапханасына экскурсия жасаймыз. Мынау біздің кітапханамыз. Мына біздің кітапхананың меңгерушісі. Біз мына жерде өзімізге алып, ана жерге барып кітаптарды аламыз. Ал кейін мына екінші залда
Сыныпқа алып оқимыз, оқып білім аламыз. Аптасына неше рет барасың деген сұрақ қойылған болатын. Ол мүлде бармаймын, немесе 3 рет барамын, күнге барамын, немесе аптасына 2 рет барамын деген жауаптардан өз нұсқасын таңдады. Қандай нұсқа таңдайды деп ойлайсыз? Жауабыңызға сенімдісіз бе? Жақсы, жауабыңызды тексеріп көрейік. Мен кітапханаға күнде келемін. Тамаша. Бүгін мен сіздерді мектебіміздің мұражайымен таныстырамын. Мына жерде қазақ халқының көне ыдыс-аяқтары мен бұйымдары бар. Ал мына жерде біздің еліміздің Қазақстан Астана Нұрсұлтан қаласының бәйтерегін көре аласыздар. Ал мына жерде Бейімбет Майлиннің мүсінін көре аласыздар. Себебі біздің мектебіміз Бейімбет Майлин атымен аталады. Ал мына жерде Бейімбет Майлиннің суреттерін және де орындарын көре аласыздар. Ал мына жерде әр жылдағы үздік оқушылар мен ұстаздарын көре аласыздар. Ақмарал ханым, Миланаға мектебіміздің мұражайы қашан ашылды деген сұрақ қойылған болатын. Оған қалай жауап берді ойлайсыз? А жауабы 2014 жылы ашылды, Б жауабы 2017 жылы ашылды, В жауабы 2018 жылы ашылды деп жауап берді. Не болмаса, дұрыс жауабын білмеймін деп жауап берді деп ойлайсыз ба? Өз нұсқаңызды таңдасаңыз, көрейік, сенімдісіз бе? Жақсы, дұрыс жауабын көрейік. Мен осы мұражай 2017 жылы құрылған деп ойлаймын. Жақсы, дұрыс жауап берді. Тағымдық экскурсия кезеңін аяқтап, келесі кезек соңғы шешуші қарашашы кезеңіне береміз. Бұл кезеңде ең алдымен көз қорқақ қол батыр демекші оқушыларымыздың ішінде батыр да батыл оқушыны анықтайық. Ол үшін балалар қарашаштың ішіндегі кілтті алып шығулары қажет. Ең алдымен аналарының келісімін алайық. Я, балам кілтті алып шыға десеңіздер, я деп жауап бересіздер. Жоқ, балам кілтті алып шыға алмайды десеңіздер, тақтайшаға жоқ деп жазасыздар. Я, балам. Қалай жауап бердіңіз? Я, балам кілтті алып шығады. Я дейді. Я. Жақсы, тамаша. Байқа, қолыңды абайла. Асан ашып береміз. Байқа, қолыңды ескі салып қалмадың ба, тістеп алғанның ішінде. Бірақ сен содан қорықпай, сол затты сен кілтті тауып алып жүрсің сол ішінде. Жақсы, ақырын бастай ғой. Қазақ бастап. Анам я деп отыр, кілтті алып берейік дейді маған. Здесь нашли бәрін былай сипап қойып. Не бар? Уақыт шектеулі, Бекзат. 5-ке дейін санайым. Үйге Бір. болмаса, қалмаса, өтіп алған. 2, 3, 4, 5. Тамаша! Жақсы бара ғой. Тамаша. Анасының сенімін ақтады, кілтті алып шықты. Аружанға берейік. Аружан келе ғой.
7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Tanya tағы. 9 тағы. Жақсы уақыт аяқталды. Қайке қарай қой. Мына жағына кетіп қарауға болады. Келесі қатысушымыз бізге Милана. Милананың анасы я деп жауап берген болатын. Кілтті ала деп ендеше Милана. ішінде кілт бар, иә? Кәдімгісі кілт. Ана жақ ұштарынан ізде, ортасынан ізде. Тез дейміз, тез. Тәне Милана. 10-ға дейін санайып, тезірек табуға тырыс. 1, 2, 3, 4, 5. Сол жетісте